Сәлем! Бүгінгі өтетін тақырыбымыз есімді және етістікті сөз тіркестері. Есімді сөз тіркестері сөз тіркесінің құрамындағы сөздің екінші басыңқы сыңары зат есім, сын есім, сан есім немесе есімдік болатын тіркестер. Ал етістікті сөз тіркестері сөз тіркесінің құрамындағы сөздің екінші басыңқы сыңары етістік болатын сөздер. Мысалы, қалың кітап. Бұл сөз тіркесіндегі басыңқы сыңары қалың. Қалың сөзі сын есім болғандықтан, бұл сөз тіркесі есімді сөз тіркесі болып есептелінеді. Келесі мысал, мұғалімнің сөзі. Бұл сөз тіркесіндегі басыңқы сыңары сөзі. Сөз зат есім болғандықтан, бұл сөз тіркесі есімді сөз тіркесі болып есептелінеді. Келесі мысал, 3 студент. Бұл сөз тіркесіндегі басыңқы сыңары 3. 3 сөзі сан есім болғандықтан, бұл сөз тіркесі есімді сөз тіркесі болып есептелінеді. Келесі, кітапты оқыды. Бұл сөз тіркесіндегі басыңқы сыңары оқыды. Оқыды етістік болғандықтан, бұл сөз тіркесі етістікті сөз тіркесі. Келесі, күліп жүреді. Бұл сөз тіркесіндегі басыңқы сыңары жүреді, ол етістік. Келесі мысал, тез келді. Бұл сөз тіркесіндегі басыңқы сыңары келді, ал келді етістік. Сол себептен бұл сөз тіркесі етістікті сөз тіркесі болып есептелінеді. Осымен сабағымыз аяқталды. Кездескенше.